Біз бүгін жағажайдан демалып, Ламбок эпицентр молға келдік. Бір-екі заттарымыз алғаннан кейін, осындай Мако деген жерге келдік. Біздің құлпынай немесе тәп-тәтті сияқты жер. Мінекей круассандар, тәттілер бар, сосиски в тесте, пицца, пиде, әртүрлі. Адамдар осындай разовка салып алады, өздері. Сөйтіп келеді, мына жаққа кезекке тұрады. Мінекей. Қазір кезек сейілді, жаңа ұзақ болған негізі. Адам үзілмейді, сауда жақсы жүріп жатыр. Сөйтіп бірнеше зат алдық. Енді Алматыда сол тәттіге құлпынайға барсақ, орташа есеппен ондай наборға где-то 5-6 төлейсің, кемінде. Сөйтсем, бұл жерде бар болған 1000 теңге шықты. Дәмі де жақсы. Енді әрине салыстырмалы түрде негізі біздің елдің тағамдары бәрі де дәмді негізі ше. Әлде қайда дәмді. Еті де дәмді, наны да дәмді. Бірақ бұл жерде жаман емес. Сөйтіп бұл жерде кофе жоқ екен. Кофе алу үшін Cha Time деген қасындағы кофеханаға келдік. Келсек, бұл жерде кофенің де дәмі таң қалдырды, өте жақсы екен, өйткені бұл жерде кофе өшірде өседі. Ал екесе таң қалған нәрсеміз кофенің бағасы. Мінекей осындай шамамен кофе 700 теңге тұрады. Шынымен дәмі де жақсы. Осы капучино алдырдық. Жалпы айтатын болсақ, Ламбокта, жалпы Индонезияда осы жерде ең кемінде бағалар тағамға, осындай мейрамханаларда болсын, бізде немесе бізден 1,5 есе, кейбір кезде 2 есе арзан, бірақ сапасы да жақсы. Осы сапа жайлы, баға жайлы сіздермен оймен бөлісейін дегенім. Кофе болсын.